Ойынды бастамас бұрын алдымен топқа бөлініп аламыз. 2 топ немесе 3 топ болуы мүмкін. Әр топта адам саны кез келген болуға болады. Әр топта 2-ден көп адам саны болу керек. Енді мен қазіргі жағдайда мысал ретінде 3 командалық ойында қарастырып көреміз. Мына картаны тек әр топтың өзінің капитаны болады. Мысалы 2 топ болса 2 капитан, 3 топ болса 3 капитан. Мына карта 3 командалық ойын. Неге? Себебі жасыл түс бар, қызыл түс бар және көк түс бар. 3 командаға 3 түс. Сары мен қара ол командаға тиісті емес. 3 командалық ойынды мысал ретінде қарастырайық. Мен мысалы жасыл команданың капитанымын деп қарастырайын. Мына картаны тек капитан ғана қарап отыру керек. 3 капитан бір картаға қарап отыру керек. Ал ойыншылары бұл картаны көрмеуі тиіс. Капитандар осы картаға қарап отырып, өзіне сәйкес командаға сәйкес түстерді мына жерге сәйкес сөздермен ойыншыларына тапқызу керек. Мысалы айтатын болсақ, менің командама жасыл түс болса менікі, бірінші команда көк түс, екінші команда қызыл түс, үшінші команда сары түстер ол нейтралдар, ал қара түс ол вирус. Қазір түсіндіреміз. Енді мен жасыл түсті табу үшін, мысалы мына 2-3 жасылға мына карталарда мына 3 сөз сәйкес келіп тұр. Бір өлшемді массив, файл точка редлайн, сәтті көшірмелер деген. Сол секілді мына жасыл мен мына жасылға сәйкесінше ол мына сөз сәйкес келеді. Инструменталды пж және қозғалыс датчигі. Және мұнда 2 сөз қалды тағы да. Оған бізде жүйелік пж мен 5 деген ондық санау жүйесіндегі 5 деген сан сәйкес келеді. Мен осы өзімнің карталарымды, өзім тобымдағы ойыншыларға бір сөз немесе 2 сөз және цифра айтып тапқызуым керек. Қай команда бірінші өз сөздерін табады, сол команда жеңіске жетеді. Мысалы мен айтам, мына сөздер, өзім сөздерін табу үшін, мысалы сәтті көшірмелерді табу үшін мен айту мүмкін, немесе қазір ойлану керек, бір өлшемді массивті табу үшін мен былай айтсам болады. Лист и 1 деп айтам. Лист деген ол бізде массивті немесе тип оның лист, ал 1 дегенім бірақ сөз сәйкес келеді. Лист 2 десем, тағы да бір массив болса мен сөзімде, өзі лист 2 деп айтам, сол кезде команда ойыншылар ол осыны және тағы да бір 2 десем 2-ін табады. 3 десем 3 қанша сол сөзге қанша мұндағы сөз сәйкес келеді, соның санын білдіреді. Лист 1-ден мен тапқаным егер ойыншылар дұрыс тапса, мен мұнда жас картаны аламын да, дұрыс тапқан орынға осы ойыншылар осыны ұстап, осы сөз деп қолымен таңдаса осы сөз, онда мен осыны қойып, магнитпен тақтаға немесе оның үстіне қойып қояды, немесе жаңа іліп жасымен қойып қоямыз. Егер дұрыс таппаған жағдайда сары түске сәйкес сөзді айтып қалса, ол команда дұрыс таппай, мысалы мына сөзді айтып қалса, онда ол сары түске сәйкес келеді. Олай болса, біз ол сары түсті әкеп қоямыз ананың орнына. Егер яғни ол дұрыс таппады деген сөз, сары түс қате еткен жағдайда келесі кезек уже келесі командаға беріледі. Бір реттен айтылып отырады. Егер мысалы бір сөзді айтады да 3 сөзде біріншіден қате кетіп қалса, біріншіден қате кетсе команда, онда келесі кезек екінші командаға бірден өтіп кетеді. Бот деген ешқандай командаға ұтыс бермейді, бұл тек қате айтқан жағдайда келесі командаға кезек беріледі. Енді келесі одан кейін мысалы қызыл команда айтады. Қызыл команда егер мысалы қызыл команданың сөздері, мысалы 3 сөз тұр мұнда. Word датчигі, Pythonның бір коды және .org деген сөз тұр. И мен бұл жерде үшеуіне байланысты бір сөзді құрастыра алсам, мысалы оны ойлану керек. Мысалға org дейтін болсақ, мысалы Python код берілсе, бұл Python код нені шығарып береді бізге? If егер a false дейді, if-ның ішіне кірмейді, значит else кіреді, значит мынаның жауабы VR. Мен просто жауабын айтсам болады, VR деп. VR деп айтам, и командадағы ойыншылар мынаны қарап шығады, барлығын VR деген мынаның жауабы андықтан осыны таңдайды олар. Дұрыс тапса егер, онда ол команда өзінің сөзін тапқан болады, қызыл. Егер олар қателесіп мына қараны таңдап қойған жағдайда, мысалы мынаны цифрландыруды таңдап қойса, қараға түскен команда бірден жеңіліске ұшырайды. Ол команда ойыннан бірден шығып кетеді. Сол үшін ол қара бір ғана сөз вирус деп аталады. Ал сарыны таңдап қойған жерде, мысалы, ол кезде ешкімге ұтыс жоқ, бірақ
келесі командаға кезек беріледі. Мысалы мен org пен kz бір командаға сөз болатын болса, мен айтамын домен деймін да, 2 деп айтамын. Домен деген сөзге 2 сөз сәйкес келеді. Сонда ол қызыл команда осы екеуін де дұрыс тапса, бір кезекте 2 сөзді дұрыс тапқан болады. Ал егер біреуін дұрыс таппай, біреуі сары түске сәйкес келіп қалса, бір-бірден таңдайды. Бірінші сөзі сарыға келіп қалып, екінші сөз, ол бірақ 2 сөз айту керек. Бірінші сөзінен сразу сарыға қате кетіп қалса, уже екіншіні айта алмайды ол. Екінші уже кезек келесі командаға беріледі. Қате айтып қалған жағдайда. Солай әр команда өзінің сөздерін табу керек. Осы сөзге ассоциация сөз айту керек. Капитан 2 сөз айтуға болады. Бір сөз емес, 2 сөз байланыстырып айтуға болады. Мысалы, on mouse over деген JavaScript әрекет, JavaScript'тегі әрекет дейді да, бір десе, осы функция арқылы осын команда сөйтіп подсказка берсе болады. Басты осы жердегі дәл сөзді айтуға болмайды, және оның периодын айтуға болмайды. Ал Python кодтарда, коды бар есептерде, немесе есептерде, Python код не шығарады, соның жауабын айтса болады. Мысалы, мынада не шығады жауап? VR шығамыз, VR деп жауабын келтіріп айтса болады. Және мына 8 санау жүйесінде, мысалы, 8 санау жүйесіндегі санды 10-ға айналдырып айтса болады. Главное, осыны өзін айтпау керек. Яғни ойынның мақсаты әр команда өз сөздерін, қай команда бірінші тауып аяқтайды, сол команда жеңіске жетеді. Мысалы, қызыл карталар өз командасын, капитан белгілі бір сөздермен өз командасына осы ассоциация сөздер айтып табатын болса, сол команда жеңіске жететін болады. Және бұл ойынның мақсаты бір сөздерді, терминдерді толығырақ меңгеру, және ойын басталмас бұрын ChatGPT или Google'дың иін болсын қолданып, не екенін мағынасын біліп, не екенін бәрін біліп, көріп алуға болады. Ойын барысында да көре берсе болады. Мынау не екенін ChatGPT'ден оқып, Google'дан оқып, қарап, ізденіп бәрін біліп алуға болады.